Қайырлы күн, құрметті Тарбағатай ауданының тұрғындары және де бағдарламамыздың тұрақты көрермендері. Апат айтып келмейді. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше жағдайлардың алдын алу күн тәртібіндегі маңызды мәселе. Осы бағытта төтенше жағдайлар бөлімінің жұмыстары қауқарлы екені бәрімізге белгілі. Жалпылама тілде айтқан кезде, бүгінгі таңда бейбіт күннің батырлары атанған төтенше жағдайлар бөлімінің еңбегі орасан. Осы бағыттағы бірқатар сұрақтарға жауап алу мақсатында аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы азаматтық қорғау полковнигі Сағапбеков Дәурен Бақытханұлымен сұхбаттасатын боламыз. Дәурен Бақытханұлы, бүгінгі біздің сұхбатымызға қош келдіңіз. Енді сізге арналған бірқатар сұрақтарымыз бар. Осы төтенше жағдайлар бөлімінде қандай атқарылып жатқан істер бар? Осы жалпы ауданда төтенше жағдайлар бөлімін басқарып отырсыз. Жалпы табиғи апаттар мен техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар ауданымыз қаншалықты дайын осы қандай да бір жағдайда? Сәлеметсіздер. Бізде Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі жаңа аудан әкімдігімен бірлесіп, осы ықтимал орын алуы мүмкін түрлі төтенше жағдайларға қарсы және алдын алуға және соны жоюға жұмыс атқарады. Негізі осы ағымдағы 25 жылдың қаңтар ақпан айларында аудан әкімінің нөмір 34-18 ақпан 2025 жылғы 25 жылғы су тасқынына және басқа да төтенше жағдайларға қарсы құрылған қаулысы жарық көрді. Сол қаулы негізінде жұмыс атқарамыз. Және басқа да нөмір 4-13 қаңтар 25 жылғы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою аудандық комиссия құрылды. Ықтимал орын алған төтенше жағдайларда осы комиссия бірігіп жұмыс атқаратын боламыз. Және нөмір 22 10 ақпан 25 жылғы эвакуациялық органдарды құру туралы қаулы жарық көрді. Осы біздің ауданымызда негізі қазір 14 азаматтық қорғау құрылымы құрылған аудан көлемінде. Тірек бекеттер ме? Азаматтық қорғау құрылымдары. Сол азаматтық қорғау құрылымдары түрлі төтенше жағдайларда бірігіп жұмыс атқарамыз. Азаматтық қорғау құрылымдарының төрағасы аудан әкімі болып есептеледі, және сол саладағы аудан әкімінің орынбасары және мен сол төтенше жағдай комиссияның орынбасары болып саламыз. Осы бойынша біз жұмыс атқарамыз. Биылғы жылы дала өрттері мен көктемгі су тасқынының қаупін қалай бағалайсыз? Және оған қандай да бір іс-шаралар жүзеге асты ма? Биыл дала өрттері, тағы басқа табиғи техногендік төтенше жағдайларға, жаңағы су тасқындары, тағы басқа. Бізде ауыл құтқарушылар бағдарламасы бойынша бізде қазір ауданымызда 11 өрт сөндіру тірек бекеттер жұмыс атқаруда. Ол жерде 18 қызметкер қазір жалақымен қамтылған, және өрт сөндіру арнайы киімдері, басқа да төтенше жағдайға арнайы киімдермен толық қамтылды. Ол аудан әкімі Дархан Жөнбаев және Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің бастығы полковник Рашид Бекетұлының қолдауларымен жүзеге асырылды. Биыл сол біздің ауылдық округте орналасқан мамандар 100% киімдермен қамтамасыз етілді. Енді құрылымға келсек, бізде биыл қосымша 5 өрт сөндіру бекеттер ашылды ауыл құтқарушы бағдарламалары аясында. Оның бәрі қазір шекаралық ауылдарда ашылып отыр. Негізі Ахметбұлақ, Асусай, Сәрөлең, Жалаңаш, Шорға. Енді апат айтып келмейді, бетін аулақ болсын. Дегенмен де ауданымызда төтенше жағдайлар орын алған кезде біздің қауқарымыз қаншалықты дайын, оған жалпы ресурстарымыз жете ме? Осы сұрақ бойынша мен төменде жауап бермей отыр. Апат айтып келмейді. Бүгін ауданымызда төтенше жағдайлар орын алатын болса, біздің қауқарымыз қаншалықты деген сұраққа, біздің ауданымызда жаңағы біздің өрт сөндіру бөлімдерінен басқа жаңа біз аудан көлеміндегі меморандум арқылы жұмыс атқарамыз. Біздің ауданымызда қазір үлкен құрылыс компаниялары бар, жұмыс атқарып отырған. БМК құрылыс, жаңа
айзат құрылыс тағы басқа. Сол мекемелермен біздегі аудан әкімшілігі аппаратында төтенше жағдай бөлімі арқылы меморандум жасалған. Сол үлкен мекемелердің біз несін техникаларын пайдаланамыз. Және әр ауылдық округтегі үлкен шаруа қожалықтар тағы да басқа жаңағы техникалық арнайы техникалық азаматтармен біздің меморандум жасалған. Егер ықтимал орын алып жатса төтенше жағдай, біз меморандум арқылы сол жаңағы атап өткен мекемелер, ірі шаруа қожалықтарының техникаларын пайдаланамыз. Және осы аудан орталығында басқа ауылдық округтерде орналасқан бізде үлкен сауда дүкендері бар. Тамақпен жаңағы басқа нәрсемен қамтамасыз етілетін. Осы меморандум шарасы аясында ол кісілермен де договор жасалған келісім шарт. Сол орын алған төтенше жағдайға біз дереу кез келген 24 сағаттың ішінде сол дүкендерге азық-түлік апара аламыз. Келген жағдайда қазір ауданның өзі дайынбыз. Жақсы, тамаша. Енді ауданымызда өрт сөндіру депосының құрылысы басталды деген ақпарат естігеніміз бар. Осы қаншалықты рас және қашан салынады? Біз осы өрт сөндіру депосы осы Тарғынтай ауданы бөліп құрылған кезде осы аудан әкімі Бөрікбай Дархан Шорбайұлының қолдауымен жер бөлініп, біздің мына Жаңатілге кетіп бара жатқан Тәуке атамыздың ескерткішін қарамағашынан 1,5 гектар жер бөлінген. Және проектталық сметалық құжаттары аяқталды қазіргі таңда. Енді мемлекеттік экспертизаға кіргелі жатыр сол құжаттар. Енді жылдың аяғына дейін осы мемлекеттік экспертиза өтіп алсақ, келесі жылы жаңа өрт сөндіру депосының құрылысы басталады деген үмітіміз бар. Жақсы. Енді төтенше жағдайлар бөлімінде жас мамандарды тарту қандай деңгейде және оқыту, үйрету процесі қалай жүзеге асады? Біз мына жас жеткіншектер оқушыларды өз санамызға тарту барысында биыл мына 19-ағымдағы жылдың 19 қыркүйек күні Біләлов атындағы мектеп лицейінде Мұхаммадиев Ахметқали Қабидолла атындағы жас құтқару сыныбын аштық. Қазір міне ол жерге сұхбат беріп отырған. Осы жерде біз 7-ші сыныптың балаларын ары қарай оқыта бастаймыз. Өздеріңізден сол біздің салаға тәрбиелеу үшін, мамандарды үшін. Сол жерде міне қазір мектептің директорымен басшылығымен біз өзіміз тағы да меморандум жасадық. Класс сағаттарының кестесін алдық. Жыл көлемінде біз сол өтетін сабақтардың практикалық және теориялық жағынан біздің өрт сөндіру бөлімінде төтенше жағдай қызметкерлері бірге сабақ өткізетін боламыз. Осындай мақсатта біз осындай бүгінгі жас құтқару сыныбын ашып отырмыз. Енді ол жас құтқару сыныбының ашылу негізі біздің Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің бастығы полковник Біләлов Рашид Бекетұлының тапсырмасы арқылы осы біз сыныпты аштық. Ары қарай жұмыс атқаратын боламыз. Жақсы. Енді жалпы төтенше жағдайлар бөлімінде кадр жетіспеушілігі сондай мәселелер бар ма? Жалпы қызметкерлердің саны жеткілікті ме? Біздің төтенше жағдай саласында қазір Тарғынтай ауданы бойынша біздің қазір осы сыныптың ішінде тақта қойып қойдық. Мына жерде біздің Мәлик Ғабдуллин атындағы біздің құтқарушылар дайындайтын академия бар Көкшетау қаласында. Сол өкінішке орай академияға оқуға баратын 11-ші кластың ұл қыздары осы жылы оқуға ешкім бармады, шын айтып керек. Сол оқуға бармау себебінен біз осындай сынып ашуға мәжбүр болып отырмыз, балаларды тәрбиелеу үшін. Енді нақтысын айтсақ, біздің ауданымызда қазір арнайы маманы осы төтенше жағдай саласының академия бітірген мамандары қазір біздің жоқтың қасы. Бізде азаматтар мамандар келіп жұмыс істеп жүр. Мен де қазір отделімізде ауданымызда жұмыс атқарып отырған Зайсан ауданының азаматтары. Сол азаматтар біздің ауданымызда жұмыс атқарып жатыр. Енді осы класс сынып жас құтқару сыныбын аштық. Енді болашақта біздің жаңа санамызға оқуға барып, ары қарай бізге қолдау көрсетуге сенімдеміз. Жалпы жеке құрам саны вакансия бізде жоқ қазір. Вакансия толып тұр.
жұмыс атқарып жатырмыз. Тағы айта кететін осыған қосатын жағдай бізде мына біз Төтенше жағдай мына сумен де бірге жұмыс істейміз. Мына біз Зайсан көліне біз тиіп тұрмыз ауданымызда. Міне осы мына республикаға біздің Тоғыл ауылынан жаңағы мына құтқарушы водолаздар филиал ашсақ деген ойымыз бар. Енді ары қарай қолдап жатса бізде сол республикада сол жерде қазір Тоғыл ауылының өрт сөндіру бөлімінің ғимаратында орын бар, бәрі қазір жабдықталған. Сол жерге бір сондай водолаз құтқару жасағын ашсақ деген ойымыз бар. Қазір мына жерде көріп тұрғандарыңдай водолаздың маркетін қойып қойдық балдар үйрену үшін. Сондай жұмыс атқарылуда. Жаңағы су мәселесі бойынша қауіпсіз жағдай орын алғанда, жалпы құтқару үшін облыстан келе ме құтқарушылар? Қазіргі жағдайда бізде өзіміздің ауданда водолаз құтқарушылар болмау себебінен біз қазір облыстан шақыруға мәжбүрміз. Және біздің көлдің ар жақ бетінде орналасқан Күршім ауданында осындай құрылған жасақ бар. Енді апат айтып келмейді, сақтаған сақтайды. Орын алған жағдайда біз сол облыстан және Күршім ауданына көмекке шақырамыз. Ол жақтан бізге келгенше бір недәуір уақыт өтеді, бір 3-4 сағаттың көлемінде. Сол үшін өзімізде осы водолаз құтқару жасағы ашылса ма деген осындай үмітіміз бар. Енді төтенше жағдайлар бөлімінің осындай бір қауіпсіздікті алдын алу мақсатында қандай шаралар жүзеге асуда қазіргі уақытта? Бізде мына төтенше жағдайлардың алдын алу барысында бізде қазір мына аудандық Тарбатай газетіне үнемі мақала жариялап отырамыз. Енді осы аудандық Тарбатай газетінің ұжымына да рахмет айтамыз. Осы бізге көмек жасап жаңағы біздің сол алдын алуға және жардам алуға жаңағы төтенше жағдай жұмыс атқарамыз. Және біздің жаңағы өзіміздің Facebook парақшамыз бар, Instagram желісінде парақшамыз бар. Сол бойынша біз жаңағы төтенше жағдайдың алдын алу бойынша үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Сонда салып абай болыңыздар, байқаңыздар, жаңағы ескерту жүргізіп отырамыз. Және де мына жаңа айтып өттім ғой, біздің ауданымызда ауыл құтқарушылық бағдарламасы бойынша 18 маман бар. Әр ауылда 2-3 жұмыс атқарады. Бәрі арнайы киіммен қамтылған. Және мына жерде осы сияқты үгіт насихат парақшалары бар. Осы парақшаларды сол біздің мамандар арқылы әр ауылға тарату жұмыстары ауыл тұрғындар үйлеріне жаңа сол жердегі мекемелерге осындай парақшаларды тарату жұмыстарын жұмыс атқарамыз. Және біздің Ақжар тобында орналасқан осы өрт сөндіру бөлімдерінде жеке құрам бар, 32. Ол кісілерде бос уақытында осы үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді ары қарай. Енді өткендегі шарада Ахметқали Қабиолда ауылының осы шарасында осы тірек бекеттердің қызметкерлеріне толық киімдер жабдықталды ғой. Осы қанша бекеттерге берілді? Барлық бекеттерді қамтылды ма? Осы жолы мына 19 қыркүйекте Мұхаммед Ахметқали Қабиолда ауылы атындағы жас құтқару сыныбы ашылу мерекесін пайдаланып, біз жаңа облыс Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы полковник Біләл Рашид Бекетұлының қолдауымен, сол кісінің қолдауымен біз 18 жаңағы ауыл құтқарушы өрт сөндіру бекеттерінің құтқарушыларына ауылды жердегі қыстық жаздық үлгідегі толық 100% қамтып таратып бердік. Енді осы Дәурен Бақытханұлы ауданында болған соңғы төтенше жағдайлар есіңізде ме, қандай бір? Енді міне осы 4 қыркүйек күні мына Қарасу ауылдық округі Ақмектеп ауылында сол жерде 18 тонна шөптің жануы орын алды. Және орын алып ары қарай тұрғын үйге қауіп туғызды. Біздің мына өрт сөндіру ауыл құтқарушылар бағдарламасы аясында өрт сөндіру бекеттерін құру мақсатымыз біздің жаңағы Ақжар Тоғыл ауылында орналасқан өрт сөндіру бөлімдерінен сол жаңағы Ақмектеп ауылына олар жеткенше сол Қағанбай, Қарасу өрт бекеттеріндегі мамандар өздерінің өрт сөндіру машинасымен, өрт сөндіру автокөліктерімен келіп,
алдын алып өшіре бастады. Және ары қарай тобылдан Ақжар өрт сөндіру бөлімінен 2 КАМАЗ өрт сөндіру көлігі, 4 өрт сөндіру автокөлігімен, жеке құрамдармен сол өрт орында сөндірді, тұрғын үй аман қалды. Енді соңғы есте болған статистика болса осыны айта аламын, осы оқиғаны. Енді қазір күн суытты, күз келді, тұрғындар бұл жаңағы үйдегі пештерін пайдаланады, және сенбілікке байланысты көптеген қоқыстарды өртейді, соған байланысты тұрғындарға қандай ескертпе жасай аласыз? Қазіргі біздің мына от жағу маусымы басталады. Міне уже күн суытты, қазан айының басынан бастап. Біз жас құтқарушы сыныбында осындай пеш абай болыңыз, мұржаны тазалаңыз дегенге осы секілді баннерлер іліп отырмыз. Жаңа сол бойынша біз жаңағы аудандағы бар құтқарушыларды пайдаланып, мына сияқты түбіртектерді жаңа көрсеткендей түбіртектер таратамыз. Және біздің ауданымызда 59 тұрғын тіркелген аз қамтылған отбасыларға тиесілі. Сол әр жанұя біздің есебімізде. Және жыл көлемінде аудан әкімі қолдауымен бізге улы газды ескертетін арнайы датчиктер сатып алынып беріліп отыр. Былтырғы жылы 50 дана, оның арғы жылы 50 дана сатып берген. Биыл осында октябрь айында тағы да 50 дана аудан әкімінің қолдауымен алып берген отыр. Сол датчиктерді алып біз аз қамтылған тұрғын үйлерге орнатамыз. Артық қалса басқа тұрғындарға тарата бастаймыз. Осындай іс-шаралар жұмыс сапарында енді көпшілікті біз сол жаңағы алдын алу жұмыстарын жүргізіп, газет, әлеуметтік желілер арқылы алдын алуға тырысамыз. Жақсы. Енді жұмыстарды істейінші, бізде бір сұхбат айдары бар. Өзіңіздің жеке қызығушылығыңыз бар ма, жеке хоббиіңіз туралы айтып өтсеңіз? Енді жеке қызығушымыз болғанда, енді бос уақытымызда әдеби және басқа да өзім кітаптарды оқығанды жақсы көремін. Енді соңғы осы оқып таяқ қалған кітабымды бөліскім келіп отыр. Бұл жерде мәдени майдан, сол жерде Өзбек Абай Жәнібек атамыздың кезінде қалай осы біздің Қазақстан Республикасында еңбек сіңіріп, қалай жұмыс істеп өткен жолдан осы аяқталды. Тамаша. Енді Дәурен Бақытханұлы, бүгін біздің сұхбатымызға келіп, өздеріңіздің жұмыстарыңызбен таныстырып, берген сұхбаттарыңызға көп рахмет айтамыз. Еңбектеріңізге жеміс, жұмыстарыңызға табыс, қызметтеріңізге өсулер тілейміз. Алдағы уақытта ауданымызда ешқандай төтенше жағдайлар орын алмай, ел аман, жұрт тыныш болсын деген ойдамыз. Құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз, бүгінгі біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бізге пікір қалдырып, лүпіл басып, бізді қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Біздің бағдарламамызды аудан орталығында орналасқан рет экраннан тамашалай аласыздар, және де YouTube желісіндегі Тарбағатай медиа, басқа да әлеуметтік желілерден тамашалай аласыздар. Бізге қолдау білдіріңіздер. Сіздермен бірге болғанмен Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі журналист Еркежан Бақытбекқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше.